Армысыз патша көңілді көрермен. Сенбінің таңын бізбен бірге бастаған жандарға қайырлы таң дейміз. Эфирде таңғы фреш және 1 сағат уақыт бойы пайдалы ақпараттармен бөлісіп, қызықты сұхбаттардың куәсі болыңыздар. Бүгін сенбі 9 қаңтар, дәл осы күні 1960 жылы, яғни 60 жыл бұрын сол кездегі Мәдениет министрлігінің бұйрығымен Алматы көркем және хроникалық фильмдер киностудиясы Қазақфильм болып өзгертілді. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері Қазақфильм киностудиясы шамамен 136 толық метражды көркем фильм түсірген. 73 қысқа метражды фильм, 258 деректі фильм, 67 анимациялық фильмдер түсірілген екен. Ал 2008 жылдан бастап осы күнге дейін Қазақфильм киностудиясының 200-ден астам картиналары әлемдегі 60 елдегі 220-дан астам халықаралық байқаулар мен көрсетілімдерге қатысқан. Қазақ киносының тарихы басталған өнер ордасының ұжымын шын жүректен таңғы фреш бағдарламасының атынан құттықтаймыз. Ал бүгінгі біздің қонақта «Жена не стена», «Келинка Сабинка», «Ауылдан қашу», яғни «Побег из аула» сынды фильмдердің жарқын жұлдызы, екі баланың анасы және аяулы жар деп айтсақ болады. Айнұр Ілиясова бізде қонақта. Қош келдіңіз дейміз, қайырлы таң. Қош келдік, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай жалпы? Тамаша, біраз дұрыс ұйықтамаған болмаса өте жақсы. Тамаша, жалпы сонау ыстық Алматыдан біздің суық Елордаға келіп қалдыңыз. Жорған жоқсыз ба? Жоқ, мен Өскеменненмін ғой. Тамаша. Айнұр ханым, сұхбатымыз бастамас бұрын біз сіз туралы біздің тілшілер кішігірім сюжет дайындаған болды. Соған кезек берейік, ары қарай жалғастырамыз барлығын. Келинка Сабина фильміндегі алтыншы аш естеріңізде ме? Күлекеш, ренжігіш, бірақ ақ көңіл әрі жылы жүзді. Бұл Айнұр Ілиясова. 2010 жылы «Ғашық жүрек» фильмімен 2013 жылғы «Келинка Сабина» оның жұлдызын жарқырата түсті. Чтобы в трудные моменты рядом были близкие тебе люди. Кинодағы бейнесі өсекке жақын ұрысқақ болса, шынайы өмірде ол мейірімді, кең пейілді аналардың эталоны. Бүгінгі студия қонағы кино жұлдызы Айнұр Ілиясова. Жалпы өнер адамдары ұйқыға жақын келеді дейді. Яғни ол түсінікті дүние, съемка деген түсірілімдер бар, концерт деген сынды нәрселер бар. Бірақ сіздің әлеуметтік желіге, яғни Инстаграмға қарасақ, сіз спортты жақын көретін сияқтысыз. Иә. Спортпен шұғылданғаныма 5 жылдан артық уақыт болды. Негізі бұл басында кроссфит болатын, тауға шығу болатын, йога бар арасында. Соны карантин кезінде де қалдырмай, тауыма шығып, йогамды жасап, үйде жаңағы екінші қызым босанғаннан кейін үйде осы жаттығуларды жасап жүрдім. Өйткені денені қалыпқа келтіру керек деген сияқты. Сондықтан да спортты өзім жақсы көрем. Спортпен шұғылданбасам денем ауырып тұрады. Сондықтан да міндетті түрде аптасына 2-3 рет спортпен шұғылданамын. Яғни таңғы 6-да тұрасыз міндетті? Мен енді таңғы 6-да тұра қоймаймын. Кейде таңғы 6-да тұрамын йогаға барар кезде. Өйткені йога сағат 7-де болады. Ал енді әрдайым сағат 8-дерде сол уақытта тұрамын. Бірақ мен үкі емес, мен жабырнықпын. Керісінше түнде емес, күндізде жұмыс істеген энергияның бәрі күндіз болады. Мен күнді жақсы көрем. Тамаша. Сіз адреналинді ұнатасыз, сондай-ақ әрдайым жаңашылдыққа ұмтыласыз. Әр өміріңізге жаңа леп бергіңіз келеді. Олай болса, Елорда саябағында сноуборд пен шаңғы тебуге үйренсеңіз болады. Менің әріптесім Дана Қарбаева бұл спорт түрін игере ала ма? Білейік. Мен негізі шаңғы спортын жақсы көремін. Бала кезден Дмитрий Губерниевтің биатлон бағдарламасын көріп өстім. Ал бүгін біз сноуборд тебуді үйренеміз. Қалай ойлайсыз, осы білім маған көмектесе ме бүгін? Көмектеседі. Жақсы, олай болса мен дайынмын, ал сіз мені үйретуге дайынсыз ба? Дайынбыз. Олай болса кеттік. Елордада қысқы экстремал спорт түрлеріне арналған спорттық жаттығу алаң ашылды. Ауданы 720 шаршы метрден асатын бұл нысан сноубордшылар мен тау шаңғышыларға шеберлігін шыңдай түсуге көмектеседі. Ал спорттың бұл түрлерімен шұғылданам деушілерді кәсіби мамандар үйретеді және қажетті жабдықтар беріледі. Сегодня давайте мы с вами научимся. Бүгін сізбен бірге сноуборд тебуді үйренейік. Ең бірінші неден бастау керек? Давайте начнем с того. Смотрите. Егер сіз бұған дейін сноуборд теппесеңіз, мынадан бастаған жөн.
Ең бірінші қай аяғыңыз бағыттаушы екенін анықтап алған жөн. Сноуборд тебуде регуляр мен гуфи деген ұғым бар. Яғни регуляр сол аяқ, ал гуфи оң аяқ. Сіз сноубордта тұрсыз. О, сенімділік сезіледі екен. Ыңғайлы ма? Иә. Ең бастысы аяғыңызды дұрыс қою. Тізеден бүгесіз, бірақ арқаңыз түзу болу керек. Сол кезде сіз тек денеңіз бен тізеңіз жұмыс істейді. Это так сложно. Қиын екен, шаңғы теуіп үйрену әлде қайда оңай сияқты. Келісемін, бірақ кез келген істі үйренуге болады. Приходят дети, разные возраста, бывают взрослые. Біздің алаңға әртүрлі жастағы балалар да, ешқашан сноуборд теппеген үлкендер де келеді. Елордамызда сноуборд тепу спорты енді жанданып келеді. Бұл жерді кішкентай Шымбұлақ деп атайды. Шын мәнінде бұл спорт түрін толық меңгеру үшін бірнеше сабақ алып тәжірибе жинаған жөн. Бір сабақтың ішінде сноуборд тебуді толық үйрене алмасаңыз да, есесіне керемет көңіл-күй аласыз. Олай болса, мен әрі қарай үйренуді жалғастырайын, ал сіздер таңғы фреш бағдарламасын тамашалаңыздар. Тамаша. Енді Айнұр ханым, яғни кез келген қыз келіншектің, яғни асхана дейміз ғой. Иә. Асханасында тәртіп болады. Әр қыз келіншек өзінің асханасын әртүрлі байыптайды. Сіздің асханаңызда ең басты тамақ қандай? Ең басты тамақ мен дұрыс тамақтануға келген адаммын. Сондықтан да мен көбінесе жемістерді жақсы көрем. Әрине күйеуім дұрыс тамақтанғанды жақсы көреді, бірақ көбіне енді еркек болғаннан кейін нанды да жейді, жаңағы мантысы бар арасында, майлы тамақтары да бар. Сондықтан да міндетті түрде үйде қазы тұрады, үйде ет бар. Кез келген уақытта ет енді ең оңай тағам бешбармақ. Сондықтан кез келген жағдайда ет пісіресің де бешбармағың дайын тұр. Бірақ енді мен дұрыс тамақтанғаннан кейін жаңағы жасыл гречка деген сияқты сондай тағамдарды жақсы көрем. Дәнді дақылдарды жаңағы өсірем. Сөйтіп жеміс жидектерді қатырам, мұздатам, мұздатқышқа салып, сондай органикалық тағамдарды жақсы көрем. Мысалы үшін нан пісірген кезде күріш ұннан, жүгері ұннан жасалған нанды пісіргенді жақсы көрем. Ішінде тағы дәндерді салып пісіргенді жақсы көрем. Менің өзімнің хоббиім бұл дұрыс тамақтану, дұрыс тамақтанатын тағамдарды дайындау. Бірақ күнделікті соларды дайындап, күні бойы отырам деп айта алмаймын. Иә. Өзімнің жаңағы залқым келген кезде, көңілім түскен кезде, сөйтіп жақсы бір күшті тамақтар дайындап қоям. Міне. Жаңа жылды артық салмақпен қарсы алсаңыз, не істеу керек? Әрине, мереке аяқталысымен қалпыңызға келуді бастау қажет. Артық салмақтан арылу үшін үйдегі азық-түлікті басқасымен алмастыру міндетті ме? Келесі материалдан осы жайлы білейік. Қазақстан әлемде тұзды көп мөлшерде тұтынатындардың қатарында. Ел азаматтары күніне шамамен 17 грамм тұзды пайдаланады екен. Ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған ең жоғарғы мөлшерден 4 есе артық. Ал мереке күндері қанша тұз бен көмір сулар тұтынғанымызды ойлап көріңіздер. Жақсы уақыт өткізгеніңізге өкінудің қажеті жоқ екенін есте ұстаңыз. Әрдайым мерекелік көңіл күйді сақтау керек. Өйткені позитив пен көтеріңкі көңіл күй өміріміздің маңызды бөлігі. Көп тамақтанған күндерден кейін жеңіл тамақтану күндерді белгілеп, жоспарыңызға енгізіңіз. Сумен таңғы асты тұрақты түрде ішу. Дұрыс тамақтану мен физикалық белсенділікті үйлестіру. Бұл денсаулық пен әл ауқаттың кепілі. Дұрыс тамақтану екі принципке негізделген. Алғашқысы энергияны үйлесімді түрде толтыру. Екіншісі гормондар мен биоритмдердің циркадты ырғағына сәйкес күн ішінде тәуліктік рационды дұрыс бөлу. Біз әр адамның энергияға деген қажеттілігі әртүрлі екенін түсінуіміз керек. Офисному работнику требуется 1200-1500 калорий человеку за день. Кеңседе жұмыс істейтін адамға 1500 калория қажет болса, физикалық еңбекпен айналысатындарға 2500-3000 калория қажет.
к правильному питанию у этих групп населения различны. Қазақстанда дұрыс тамақтану нарығы белсенді дамуда. Бүгін вегетариандық кафелер мен дұрыс тамақтану өнімдерін жеткізу қызметтері көптеп ашылуда. Әмина Ақбарова вегетариандық өмір салтын 1,5 жылдан бері жүргізіп келеді. Органикалық тамақтану туралы біліммен бөлісу үшін ол өсімдік тағамдарына негізделген кафеге жұмысқа тұрды. Бұл Нұрсұлтан қаласындағы алғашқы вегетариандық кафелердің бірі. Вегетариандықтар ет пен жұмыртқаның барлық түрлерінен бас тартып, тек сүт өнімдерін тұтынады. Ал вегандықта толығымен сүт өнімдері, жалпы барлық жануар өнімдері ас мәзірден алынған. Вегандық пен вегетариандық жай ғана тамақтану түрі емес, бұл өмір сүру салты. Дұрыс тамақтануды ұстану соншалықты қиын емес. Дәрігерлер бұған біртіндеп келуді ұсынады. Өйткені салмақтың күрт төмендеуі ағзаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Дұрыс тамақтану әлемі мен үшін 5 жыл бұрын ашылды. Салмағымды азайтуды қатты қаладым. Міне осы уақытқа дейін 35 килограмм артық салмақ тастадым. Қазір wellness уақыты, яғни өзіне, дене бітімге, теріге, шашқа, жалпы барлығына күтім жасайтын уақыт. Көбінесе дененің эндорфиндерге деген қажеттілігіне байланысты тамақтанғымыз келеді. Сондықтан мүмкіндігінше өміріңізге, көңіліңізге жайлық сыйлайтын істерді қосыңыз. Сонда ағзаңыз да артық нәрсе сұрамайды. Көңіл күйіңіз де жадырай түседі. Сіздің фильмдерге, яғни шығармашылығыңыз келетін болсақ, иә, көрермендер көріп жатыр, сізді танымайтындар да көрермендер бар, негізінде. Әрине, мен Қайрат Нұртас емеспін ғой. Соларға өзіңіз туралы кішігірім айтып кетсеңіз, өйткені мен сіздің биографияңызды оқығанда театрда да ойнапсыз, Иә. театр туралы, театрдан неге кеттіңіз? Тіпті балабақшадан бастап мен актриса болуды армандайтынмын. Бірақ өкінішке қарай мені анам жібермеді Алматыға. Сен жалғыз қызсың, мен сені жібере алмаймын деп, оны да түсінемін. Кейіннен Рүстем Естәулетов деген ағамыз, осы театрдың көркемдік жетекшісі, директоры, өнердегі үлкен ағамыз, марқұм, сол кісі театрға шақырды. Бірақ мен ол кезде жаңағы университетті бітіріп, инженер теплоэнергетик мамандығын алған болатынмын. Одан кейін мен ойладым, ойбай, 5 жыл оқыдым, техникалық үлкен диплом бар, қайдан мен театрға барам, қайдан мен актриса болам. Бірақ өмір қайтадан өзіне әкеледі екен. Сөйтіп мен жаңағы театрға барып, сол жерде 2 жыл жұмыс істеп, кейіннен сырттай бөлімге түстім. Бішкектен оқып алдым, актриса мамандығын. Бірақ өкінішке қарай режиссеріміз өмірден озды, сондықтан да мен бұл қаладан қайтып кеттім. Одан да басқа өмірде бір қиын жағдайлар болды. Сондықтан да мен Алматыға келіп, жаңадан өмір бастап, 2010 жылы, 10 жыл болды Алматыда жүргеніме, алматинкамын. Сөйтіп мен Алматыға келем, сөйтіп сол жерден жаңаға нөлден бастадым. Кастингтерге қатысып, түрлі бағдарламаларға барып, сол жерде эпизодқа түсіп, массовкаға түсіп, сөйтіп көзге ілініп, эпизодқа түсіп, сөйтіп әзіл-кешке жаңағы шақырды, көзге түскеннен кейін тағы да үлкен жақсы жобалар болды. Думан атты хабарда, мысалы үшін. Одан басқа 7-ші артадағы қыздар арасында деген түрлі хит, өте көп бағдарламалар болды, құдайға шүкір. Одан басқа жаңағы кинолар болды. Басында эпизодқа барасың, массовкаға, эпизодқа, сөйтіп жаңағы 2-ші пландағы рөлге, басты рөлге деген сияқты. Ең басында мысалы мен кастингке барадым. Сонда есіктердің бәрін тақылдатып, мен өзімнің жоспарым бар, хабарда жұмыс істеу деп жоспарлап қойыппын өзіме. Сонда ойлаймын, ой, Айнұр, саған хабарда жұмыс істеу қайдан келсін? Бірақ кейіннен 1 жылдан кейін ана дәптерімді ашсам, шынымен де армандар орындалады екен, оның бәрі, бұның енді жетістіктің құпиясы жоқ, оның құпиясы жоқ негізі. Бұл жерде тек қана жұмыс істеу. Яғни, біріншіден бұл тілек, екіншіден таза ниет, және үлкен жұмыс деп ойлаймын. Сөйтіп жаңағы кастингтерге қатысқан кезде бірде маған кастингге хабарласады. Алло, Айнұр, сәлеметсіз бе, мынандай бір массовкаға келесіз бе? Групповка. Массовка деген бұл 30-40 адам ғой. Ал групповка деген бір 5-6 адам. Келесіз бе? Алло, міндетті түрде келемін. Қайтадан звондайды маған. Тұра тұрыңыз, ақысы 6 000. Маған бәрібір ол жерде маған су берсеңіз бәрібір ақысы бар ма, төлене ма, төленбей ма, 10 сағат жүрем бе, 20 сағат жүрем, айту арманым орындалса екен, айту бір жерге алса екен мені, эпизод болсын, мынандай бір кадр болсын. Сол кезде сол жерде 12 сағаттай түстік қой деймін. Сонда түскен де жоқ мен ана камераға.
бірақ сол жердегі менің қуанғанымды көрсеңдер, ана камераның айналасында былай да өтем, ана актер жаңағы группамен сөйлесем, қандай күшті кино, қандай киноға түскен, қандай жақсы, қандай керемет, түсем екен құдайым-ау деп күнде тілеп, мінекей тілектер орындалады, армандар орындалады, құдайға шүкір. Мінекей қазір бірнеше сериал, кино, тағысын тағы, енді алда әрине өзімнің жобаларымды жүзеге асыру деген ойдаларым бар. Бұл кинода, жаңағы қысқа метрлі кинолар да бар, жобалар, роликтер. Сіз жаңа айттыңыз, балабақшадан бастап армандадым деген актриса. Қай жерден ғашық болып қалдыңыз актрисаға? Бір шарша мерекесіне? Ол кезде әрине бұл утренниктер. Сол кезде мен орысша балабақшаға бардым. Ол кезде қазақша болған жоқ деуге болады. Қалада бірақ балабақша қазақша болады. Сол кезде воспитательдер сол жердегі мен өте қатты жақсы көрді. Және де орыстың мына были у бабуси два веселых гусясы бар ғой. Соны қоямыз біз. Соны қойғалы жатыр. Кім бабуся болады дейді. Ешкім бабуся болғысы келмейді. Өйткені енді бәрі әдемі қыз болғысы келеді, ханшайым болғысы келеді. Айнұр, сен бабуся боласың ғой? Сен, ой, Айнұр, сен бабуся бола аласың. Ой, сен қолынан кел. Айнұр біздің талантты деп мені мақтап бабуся қылды. Сөйтіп мен бабусяны күшті ойнап шығып, сол жерде ойбай, ана жерде бар, кәдімгідей қазір көзіме елестетсем, ана жерде дым болған сияқты, кәдімгі ЗТМ болған сияқты, кәдімгі бір үлкен сахнада ойнап жүрген сияқтымын, иә? Қазір көзіме елестетсем, бұл мынандай жер шығар шынымен де, бірақ сол кезде бір үлкен өмірімдегі бір үлкен басты рөлдердің бірін ойнаған сияқты болдым. Сол жерде сол кезден бастап, сол балабақшадан бастап армандадым актриса болуды. Айнұр ханым, бір түйін айтқым келіп тұр сіздің сөздеріңізден. Сіздің жұлдызыңыз алтын шаштан басталған жоқ, сіздің жұлдызыңыз жарқырауы сол утренниктағы бабусяның рөлінен басталды десем болады. Иә, болады. Нағыз шындысы. Яғни сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, кезекті сұрағым, бүгін Айнұр ханым, есіңізге сала кетейік, бүгін қазақ киносы үшін айтулы күн. Неге десеңіз, Қазақфильм киностудиясы өзінің атауын өзгерткеніне 60 жыл толып отыр. Киностудия түсірген туындылардың ішіндегі өзгеге ұнайтын ретро фильмдер болсын, айтып берсеңіз, қай фильм? Әрине, менің сүйікті дәрігерім, менің атым Қожа, бәріне белгілі Атаманның ақыры, Шәкен Аймановтың ең соңғы қойған үлкен туындысы. Әрине, бұл біздің сүйіп көретін, осы фильмдерде өскен, осы фильмдермен рухтанған үлкен туындылар. Бұл классика. Сондықтан біз бұл киноларды жақсы көреміз. Кейін бұл киноларды балаларымызға да көрсетеміз. Сондықтан бұл үлкен мейрам, үлкен қуаныш. Өйткені мен шынымен де қуанам. Бұл кісі режиссер, драматург, сценарист, актер, Қазақ КСР-ның халық әртісі. Үлкен жетістіктері бар. Құдайға шүкір, осындай кісінің аты қазір Қазақфильм киностудиясы бар, осы кісінің атымен көшеміз бар. Мен бұл кісімен мақтан етемін. Кезек сұрағымыз, бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз киноға қатысты болғаннан кейін, қазіргі Келинка Сабинкадан басқа, жаңа Побег из ауылдан басқа, сіздің топ Қазақстанда түсіріліп жатқан 3 фильміңізді атап өтсеңіз. Режиссура жағынан болсын, немесе актерлардың қабілеттілігі жағынан деген сияқты. Келинка тоже человек. Өте жақсы кинолардың бірі. Бұл үшінші, топ 3-те. Үштен бірге дейін. Үштен бірге дейін. Жаным, ты не поверишь. Несімен? Жаным, ты не поверишь. Несімен дейсіз бе? Өткен мен бұл көрмедім бұл. Сіз көрмедіңіз ба? Бұл енді қара комедия. Бұл жаңа жанр. Бұл Қазақстанда жоқ. Бұл біріншіден, екіншіден біздің жігіттер, яғни Жандос, Азамат, Ернар өз күштерімен, өз еңбегімен осы үлкен туындыны өз қаржыларымен жасады. Бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Және бұл кино үлкен фестивальдерге қатысты. Келинка Сабина. Келинка тоже человек. Жаным, ты не поверишь. Бұл екінші орында тұрған, Жаным, ты не поверишь, бірінші орынға қойды. Бірінші орынға қойды. Иә. Сонда да Келинка Сабинканы қойдыңыз. Қойдым. Өйткені өзіңіздің жұлдызыңызды жарқыратқан сияқты. Қыз жібек, менің атым Қожа, Атаманның ақыры сияқты фильмдерді ескермейтін классика дейді. Бір емес бірнеше буын көріп өскен туындылар әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Олардың құпиясы неде?
Ендеше ол сұрақтың жауабын кезекті материалдан білетін боласыздар. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Одан кейін Қадырдың бақыты деген болды. Томирис фильмі, Тақиялы періште. Қасым деген фильм жаңа. Содан кейін Шәкен Аймановтың фильмдері, Қозы көрпеш, Баян сұлу фильмі. Тақиялы періште, Қыз жібек фильмдерін әлі күнге дейін сол фильмдерді сүйіп көреміз. Сауалнама барысында жастардың қазақ фильмнің классика туындыларын қаншалықты білетіндігін анықтадық. Режиссер әрі киносыншы Кенжебай Дүйсенбаев қазақ фильм жауһарлары атты рейтингін жасады. Ерекше әсер еткен, сол ауылда өскеннен кейін ба, біз жаңағы кішкене қазақтың тарихына жақын болғандықтан ба, бізге сол жаңа Қыз жібек фильмі қатты әсер етті. Костюмированный, костюм жаңа қазақтың сол кездердегі костюмдері қандай болған, қалай біз эпостан оқыған болсақ Қыз жібекті, амында біз сол жаңа кинодан көрдік. Менің атым Қожа фильмінде ішіндегі уақиғалардың көбісі біздің жас кезіміздегі, оқушы кезіміздегі уақиғалармен сәйкес келеді. Оның ішінде алғашқы махаббаты бар, Қожаның Жанарға деген. Олды біз мектепте жас кезімізде, кішкентай кезіміздегі өткен уақиғалар. Қилы кезең Абдулла Қарсақбаев деген режиссердің фильмі. Мәселенки бір қызыл әскерлер келе жатады. Біреуі қазақтың кішкентай ғана көрпесі, құрақ көрпе мынандай, сол жерде жатқан жерін қазақтың солдаты штикпен алып, бүйтіп винтовкасының несімен алады да, көтеріп мынандай дуалдың үстіне қояды. Бұл деген ол бір қарасаңыз кішкентай ғана деталь, бірақ режиссер қазақтың тарихына деген, қазақтың мүлкіне, қазақ жалпы қазақ мінезге деген несін қастерлейтін сол нәрселерді, соны көрсетіп кеткен. Енді Абай фильмі несімен бізге құнды десек, бұл жерде ұлы актеріміз, қазақтың ұлы актері Қалибек Қуанышбаевтың Абай рөлін сомдауы. Шынымен біз сендік соған, Абай екеніне. Өйткені актер, режиссер бізді сендірді. Тағы бір ерекше әсер еткен фильм, бұл режиссер Дәрежан Өмірбаевтың Қайрат деген фильм. Бұл фильмнің бір ерекше қасиеті өте тыңғылықты дайындалып, киноның тілімен түсірілген фильмдер. Қазақ фильмнің 60 жылдық тарихында бірнеше буын сүйсіне қарай классикалық туындылар жетерлік. Оған себеп қазақи мінез, көтерілетін өзекті мәселелер мен көрерменге жеткізер ой. Біз әзірлеген рейтингтегі қайталанбас туындыларды тамашалаңыздар. Айнұр, сізге негізі TikTokқа жақын адам сияқтысыз, трендтен қалмай. Мен өз басыма келсем, TikTokта мүлдем жоқпын. Яғни мен сізге қазір ұсыным келіп тұр, бір TikTok түсіріп жіберсек. Сосын бұл менің бірінші алғашқы видеом болады. Көреміз, қанша қаралым жинайтын, тамаша. Аны ұстап жіберсеңіздер. Қайталасақ қазір видеода. Кет. Тағы басам бір рет. Так, дайын тұрамыз. Бастайық. Ол тамаша. Құрметті көрермендер, біз алға қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ас адамның арқауы. Мамандардың айтуы бойынша әдемі безендірілген тағам тәбетті ашып қана қоймай, астың жақсы қорытылуына да септігін тигізеді. Өйткені адам 80% ақпаратты көру арқылы қабылдайды екен. Үй жағдайында дәмді тағам әзірлеп, әрлеп үйренгіңіз келсе, біздің тұрақты айдарымызға назар аударыңыздар. Қайырлы таң, қадірменді көрермендер. Әдеттегідей бағдарламамыздың ең дәмді айдарында сіздермен мен Маржан Нұртазина. Бүгін біз Дель Папа мейрамханасындамыз. Итальяндық тағамды әзірлеуді мейрамхананың бас аспазы Ақмарал Ерсаянқызы үйретеді. Қайырлы таң, Ақмарал Ерсаянқызы. Қайырлы таң. Бүгін біз қандай тағам әзірлейміз?
Бүгін біз пеште бұқтырылған баялдыдан арналған тіске басар әзірлейміз. Керемет. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге баялды бұқтырылған, моцарелла гальбани тұз ірімшігі, баялдының салмасы, руккола, черри қызанағы, одан кейін базилик, пармезан, қарақай жаңғағы, кинза және өзіміздің соус айоли. Бұның қоспасында майонез бар, табаско бар және руккола тұздығы бар. Керемет. Олай болса, Ақмарал ханым, баялдыны алдымен қалай әзірлеу керек екенін көрермендерімізге айтып өтсеңіз? Бұл тіске басарды әзірлеу үшін біз кем дегенде 300-400 грамм баялдыны аламыз да, жартылайғанды тілеміз. Одан кейін бұны пешке салып, кемінде 20 немесе 25 минут бұқтырамыз. Градусы қандай болады? Градусы 180-185. Жақсы. Одан кейін бұны кішкене су тұп алғаннан кейін ішіндегі салмасын жеке алып қоямыз. Енді әзірлеу процесіне кіріссек, баялдың ішіндегі салманы аламыз. Яғни бұл жұмсағы, иә, баялдың? Бұл жаңағы, бұқтырылған салмасының ортасындағы салмасы. Аламыз. Бұған гальбани ірімшігі, моцарелла қосылады. Одан кейін бұнда руккола, майдаланған, черри қызанағы, біз өзіміздің соус айолейміз. Бұған әрине бұрыш себілет, тұз енді дәміне қарай. Және де кішкене оливковое масло қосамыз. Зәйтүн майы. Зәйтүн майы. Бұсын барлығын араластырамыз жет. Бұның бәрін араластырамыз. Бұның температурасы кішкене қатты салқын емес. Бір 10-15 градуста жылы болу керек. Одан кейін жаңағы өзіміздің дайындап қойған баялдыға ішіне саламыз. Әдемілеп отырып саламыз. Құрметті көрермендер, айта кетейік, баялды өте пайдалы көкөніс болып саналатын. Диетологтар баялдыны осы ішек құрылысы ауыратын жандарға жазып береді екен. Және бұл көкөніс жүрек қан тамыры аурулары бар адамдарға өте пайдалы екен. Яғни осы аурулардың алдын алу үшін күнделікті ас мәзірлеріңізге осы баялдыны қоссаңыздар болады. Кішкене бұрыш сеуіп жүреміз. Енді бұл бізде негізі дайын, енді бұны әрлейміз. Әрлеген кезде бізге керегі қарағай жаңғағы. Қарағай жаңғағы итальяндық кухняда кеңінен қолданылады, білуімше? Бізде барлық тұздықтарға осы қарағай жаңғағын қолданамыз. Өйткені бұның құрамында минералдарға өте бай. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Керемет. Келесі біз. Енді бұл жартылай дайын біздің тіске басар, бірақ бұған кішкене әрлеу қажет. Оған мен өзіміздің, орысша айтқанда, мусс пармезана дейді. Пармезан Италия өңірінде пармезан гранападан өте жақсы пайдаланады. Сондықтан да біздің италиялық мейрамхана болғаннан кейін біздің күніміз пармезансыз өтпейді. Сондықтан да мусс пармезаны әзірлеп қойдық. Үй жағдайында егерде осындай сифон болатын болса, әрине пайдалануға болады. Ал Ақмарал ханым, үй жағдайында бұл мусты, пармезан мусын немен алмастыруға болады? Үй жағдайында кілегейді жақсылап миксермен араластырып, алмастырса болады. Жақсы. Келесі қадам, біздің өзіміздің аскөктен арналған майымыз бар, соны әдемілеп құямыз. Үй жағдайында бұл майды қоспасақ та болады, былайша айтқанда. Әдемі. Және ең соңғы қоспамыз ол біздің пармезан. Үкіштен өтілген пармезан. Итальяндық тағамдарды қарағай жаңғағысыз және пармезан ірімшігісіз елестету мүмкін емес. Міне біздің тіске басар дайын болды. Олай болса, құрметті көрермендер, ас болсын. Жалпы сіздің әлеуметтік желіні қарап отырсақ, 2020 жыл сіз кішкене
еріктілікпен, яғни волонтерствомен айналысқан сияқтысыз, Иә, осы туралы толығырақ айтып кетсеңіз. Енді мен осы ана болғаннан кейін, өмірге қыздарым келгеннен кейін әлеуметтік жұмыстарға белсене қатысып жүрмін. Мен қор аштым, модернизация институты семьи и брака деген, яғни отбасын ұлғайтуға арналған қор, иә. Соның аясында фестиваль, форум, түрлі жаңағы жақсы проекттер жасаймыз. Жақында фотовыставка жасадық ЮНФПА фондымен қосылып. Женщина на передовой в борьбе с COVID-19 атты фотокөрме ұйымдастырдық. Яғни осы пандемия кезінде әйелдердің қосқан үлесі жайлы бұл фотокөрме. Яғни пандемия кезінде енді статусқа қарамай, жасқа қарамай, енді әр адамға пандемия өздігінше тиді ғой. Сондықтан сол жерде халыққа қызмет еткен, үлкен жұмыстар жасаған әйелдер туралы көрме. Яғни бұл жерде қарапайым әйелдер, бір акушер-гинекологтар, дәрігерлер, және жедел жәрдемдегі дәрігерлер, және де мүмкіндігі шектеулі әйелдер мысалы көп көмек көрсетті. Бізде осы фотокөрменің ішінде бір кейіпкеріміз бар. Ол жаңағы мүмкіндігі шектеулі әйел болса да, өте көп көмек көрсетіп, сол кезде дәрігерлерге тамақ пісіріп, сондай бір үлкен жұмыс жасаған әйелдердің бірі, және тағысын сондай бір 15 шақты кейіпкеріміз бар. Осы фотокөрмені сайттан көруге болады, және де бұл фотокөрме Астанада 1 ай болды, енді қазір Алматыда. Осы амбассадорлықты ұсынған кезде мен қуана келістім. Өйткені бұл да бір жақсы дүние, өйткені волонтерлік негізі ол баяғыдан бар бізде, пионер кезімізден, мысалы үшін біз әрине пионер болмадық, бірақ дегенмен де Тимуровцы алдындағы, тағы волонтерлар әр уақытта болатын бізде. Бірақ қазір ол волонтер деп аталып, сәнге айналып сөйтіп жатқаннан кейін, оны жаңағы жастарды бейімдеп, соған шақырып, волонтер болыңыздар, бұл қазір сәнді, жақсы, адамға адам көмек көрсеткен, ол өте пайдалы, және бұл шынымен де бір үлкен сәнге айналып жатыр. Сәнге айналсын мақұл, бірақ ол жақсы сән ғой. Сондықтан да осы бір ұсынысқа қуана ұсынысты қабылдадым. Сіз осының бәріне қоса, екі баланың анасысыз, актрисасыз. Уақыт қайдан табасыз? Энергия қайдан? Уақыт қайдан? Енді уақыт бұл әрине жоспарлау. Бұл әрине жаңағы күнделікке, жылға жоспар, 90-ға жоспар, 1 айға жоспар, 1 аптаға жоспар, күнделікке жоспарлап қана жоспармен өзіңді системалық түрде өзіңді жоспарлап, режимге келтіріп, әр күніңді, әр сағатыңды жазғаннан кейін әрине сонымен жұмыс істейсің. Яғни Айнұр ханым, бұл өмір болғаннан кейін сіз жаңа жоспар деп жатсыз ғой. Жоспарымыз кейде орындалмай қалады. Ондай кезде қалай жігер алып қайттан бастап кетеміз? Ондай мысалы көп нәрсе болды. Мысалы үшін мен мультик шығарған кезде, БП ТВ атты мультигім бар. Бұл да әлеуметтік жоба, өйткені менің үлкен қызым дүниеге келгеннен кейін дамытатын қазақ тілінде мультфильмдердің аздығын байқап, сондай бір мультик шығардым. Мотиватор болған менің үлкен қызым. Сондықтан да бұл мультик қолжетімді ютубта, бәрі оны көре алады, бұған мен ақша алмаймын. Жаңа сол мультикті жасаған кезде біраз қиындықтар туды. Монтаж кезінде дұрыс жасамай, адамдар кішкене алдап, дұрыс болмай, біраз созылып кетті. 1-2 жылға созылды. Одан кейін әрине жаңағы жігерің болмай қалып, істегің келмей қалады, бірақ сол кезде өзің қайтадан бол, жасау керек, қаншама еңбек болды, қане істе, түрегел деп, өзіңді көтеріп, өзің жұмыс істейсің. Мен қайттан Инстаграм келген отыр. Сіздің Инстаграмыңызды әбден ақтардық. Сол жерде мынандай жазба бар. Мен өзінің балаларыма, қыздарыма мультфильм көрсетпеймін деп жазып қойыпсыз. Сондай жазба көрдім. Бірақ өзіңізде бөпе... Сіз түсінбедіңіз. Мектеп тақырыбын оқыдыңыз. Сіз тақырыбын ғана оқыдыңыз. Оның басында былай жазылып тұрған. Мен балаларыма мультфильм көрсетпеймін, дейді кейбір ата-аналар. Шынымен де Маша и Медведь сынды мультфильмдер балаға теріс әсер әкеледі. Сондықтан да соны жазып, соны айтып, кейбір ата-аналар шынымен де көптеген мультфильмдерге тыйым салатын туралы жаздым. Мен де мысалы үшін қызыма көп мультфильмдерді көрсетпеймін. Ал егер дамытатын, шынымен де ой өрісін өсіретін, дамытатын мультфильмдерді неге көрсетпеске? Бөпе
ТВ арнасы туралы толығырақ айтып кетсе осы жерде қандай мультфильмдер бұл жерде кім ойлап табады, кейіпкерді, басты кейіпкерлерді өзіңіз бір жауаптамаушы. Енді бұл жерде идеяның авторы менмін. Жаңағы мультфильмде 5 кейіпкер болады. Ол өзімізге жақын жануарлар, яғни мысық, күшік, қошақан, балапан және аю. Балалар жақсы көреді, өзіміз жақсы көреді, өзімізге жақын, өзіміздің жанымызда жүрген жануарлар. Солар би арқылы, ән арқылы балаларға санауды, түстерді, санамақты, саусақтарды үйретеді. Сол мысал үшін саусақта бас бармақ, баланы үйрек дейтін енді өзіміздің санамағымыз бар ғой саусақты. Енді сонда кішкене жаңағы батыстың музыкасына интерпретация жасап. Мысал үшін Daddy Finger, na-na-na, where are you деген ән бар емес пе? Соны кішкене қазақшаға баламалап, интерпретация жасап, сол әнді жазған болатынбыз. Бұл жерде үлкен жұмыс болды. Бұл жерде үлкен кастинг өткізілді, балалар таңдалды, олар хореографияға барды, олар вокалға барды, оларға костюм тігілді, жаңағы композиторлар музыка жазды, сөз жазылды, одан кейін олар оны айтты, монтаж жасалды, түсірілім болды, үлкен жұмыс жасалды. Шынымен бір жарты жылдық үлкен жұмыс болды. Айнұр ханым, біз енді журналист болғаннан кейін бізге бағасы қаражат жағы қызық. Кім қаражаттандырады осының барлығы? Қанша командада? Мен. Жеке. Шынымен де мен басында бұны жеке өзімнің қаламнан қаражатты жұмсап, ертең партнерларды жаңағы шақырып, я болмаса мүмкін мультикті сатып, ақшамды шығарып алам деп ойладым, бірақ өкінішке қарай болмады. Сондықтан да біраз ойланып, дайын дүние болғаннан кейін ютубқа салдым. Тамаша, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта тамаша актриса, аяулы жар, 2 баланың анасы Айнұр Ілиясова. Біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бала тәрбиесіне қалай көңіл бөлесіз? Жалпы баланың интеллектуалдық өсіміне қаншалықты көңіл бөлесіз? Негізі мен шын айтсам, үлкен қызымен көп жұмыс істейтін, яғни дамытатын осындай кружоктар, курстар, тағысын соған көп баратынбыз үлкен қызымызбен. Және де өте көп ойыншықтар алатынмын, дамытатын, ой өрісін дамытатын, мультиктер де, ойындар да сол төңіректе. Бірақ шын айтсам, кішкентай қызым онша көп көңіл бөлінбей қалады, 2 бала болған кезде. Өйткені адам көп, бала біреу емес, 2, бәріне көңіл бөлу керек, тамағын пісіру керек, үйін жинау керек, жұмыс бар деген сияқты. Әрине, негізі ана, яғни ата-ана балалармен кем дегенде 20 минут уақыт өткізу керек күніне. Яғни есте не қалады? Есте киім кешек, адамның нәрсе ол қалмайды. Әрине, есте эмоция қалады, көбінесе. Сондықтан да эмоцияда қалатындай бір жақсы істер жасаған керек қызыммен. Мысалы үшін мен кейде бүйтіп істеймін. Әрбір балаға бөлек-бөлек уақыт өткізуім керек. Сондықтан да мен кейде үлкен қызымды алып, екеуміз оңаша бөлек уақыт өткіземіз. Ол оның есінде қалады және ол оңаша оған бөлінген уақыт деп ол түсінеді. Сондан кейін ол маған кешке мама, қандай жақсы бүгін, қандай күшті уақыт өткіздік. Мысалы үшін біз алдың күні екеуміз барып салонға барып, мен оның кішкене шашын боятып, қидыртып, әдемілеп, тәттісін әперіп, сөйтіп мәз болып, ободогын әперіп, утренникке дайындалып барғанбыз. Сол есінде қалды. Мысалы үшін кеше түнде мен құшақтап сүйіп жатыр, мама, рахмет сізге. 4 жаста, бірақ неке осының бәрін түсініп жатыр. Кішкентай әлі кішілеу, бірақ өскен кезде онымен де бөлек уақыт өткіземін. Есімізде қалатын барлық эмоция, жылы сөздер, жылулық деген сияқты. Дұрыс айтасыз. Әр ата-ана баласының ақылды болғанын қалайды, және осы жолда бар күш-жігерін жұмсайды. Бүгінде баланың қабілеттерін қалыптастыруға көмектесетін түрлі дамыту жүйелері мен орталықтары жетерлік. Қайсын таңдаған жөн? Неге мән беру керек? Жалпы вундеркинд тәрбиелеуге ұмтылу қаншалықты дұрыс? Осы орайда мамандардың пікірін білу үшін кезекті сюжетке берейік. Әр 100 мыңыншы сәби вундеркинд болып дүниеге келеді. Мұндай балалар кішкентайынан білмекке құмар, әрі есте сақтау қабілетімен көзге түседі. Генетика ғылымдарын айтуы бойынша данышпандылық туа бітетін қасиет, және оны анықтайтын бір қатар физиологиялық ерекшеліктер бар. Вундеркинд балалардың жалпы физиологиялық ерекшеліктерінің бірі оларға жоғарғы энергетикалық деңгей тән. Әдеттегі балаларға қарағанда вундеркинд балалар азырақ ұйықтайды.
Сонымен қатар моторикасының координациясы және қол икемділігі танымдық қасиеттеріне қарағанда төмен деңгейде, яғни баяу дамиды. Тағы да бір айта кететін ерекшелігі, көбіне вундеркинд балаларда 8 жасқа дейін көру мүшелерінде қандай да бір ауытқулар, бұзылушылықтар болып тұрады. Дегенмен кей мамандар кез келген балаға данышпандық қасиеттерді үйретуге болады дейді. Ол үшін арнайы әдіснамаларды қолдану керек. Ақылды бала тәрбиелеу жолында ата-анаға төзімділік танытып, жеке білім деңгейін жоғарылатуға тура келеді. Әлемде көптеген әдістер бар, бірақ кез келген балабақша өзіне ыңғайлы әдістермен жұмыс жасайды. Мемлекеттік методика бойынша алдымен тәрбиеші балалардың алдына мүсінді немесе пішінді көрсетеді және соны бүкіл балалар өзі қайталайды. Ал шетелдік Мария Малагози әдістемесі бойынша әр балаға жеке пластилиндерді беріп, пішіндерді жасап шығарады. Енді бұл екі әдістемеде және көптеген тағы әдістемелер бар. Олардың әрқайсысы балалардың ой өрісін дамытуға септіктері бар. Вундеркиндтердің жоғалу феномені кең тараған. Кішкентайында қойылған талаптарды оңайлықпен шешетін бала есейгенде қиыншылықтарға төтеп бере алмайды. Егер данышпандық қасиет уақыт өте жоғалатын болса, вундеркинд тәрбиелеуге ұмтылу қаншалықты қажет? Ең бірінші әсер ететін фактор әрине ол физиологиясы. Бала өсе келе кризистік кезеңге тап болады, жасөспірімдік кезеңде. Вундеркинд баланы тәрбиелегісі келетін ата-аналар әрдайым қуанышты сәттерді бөлісе білу, жеңістерді бірлесе атқаратын болса, әрине бұл балаға эмоционалдық тұрғыдан қолдау болады. Бұндай балалар эмоционалдық тұрғыдан мықты болғандықтан кейін кризистік кезеңге тап болған кезде, ондай кризистік кезеңнен тез жеңіл өтіп кете алады. Дамуға қолайлы жағдай жасап еркіндік беру, үнемі қолдау көрсету вундеркинд бала тәрбиелеудегі негізгі қағидат. Естеріңізде болсын, кез келген бала дарынды, тек оның жасырын қабілеттерін ашу қажет. Кітап оқуға қалайсыз жалпы? Сүйікті кітаптарыңыз бар ма? Бар әрине, кітап оқығанды жақсы көремін, бірақ мысалы үшін кейбір адамдар сияқты бір күнде кітапты бітіре алмаймын. Мысалы үшін кейбір адамдар айтады ғой, мен кітапты бастадым, ой, мана аяқтамайынша ұйықтай алмаймын деп. Жоқ, мен ондай емеспін, мен біраз оқимын, ұзақтау оқимын кітапты. Мысалы үшін мен Теодор Драйзердің «Финансистін» оқыдым, трилогиясын. Өте мықты кітап, өте мықты роман, өзіме ұнады. Қазір мен «Империя должна пасть» атты Михаил Зугардың кітабын оқып жатырмын. Ол да 3-4 томдық кітап, негізі өте қызық. Сол жерде жалпы Ресей империясы жайлы жазылған болатын. Мен бірінші томын ғана бастап келе жатырмын оқып, өте бір жақсы нәрселерді біліп танып жатырмын. Бұрын білмеген, мен үшін өте қызық. Таң қалып отырмын да, сіз қоғамдық жұмыспен де айналысып үлгересіз, екі баланың тәрбиесіне де көңіл бөле аласыз, кітап оқып тәрбиелесіз. Енді қарындасыңыз жоқ па деп? Енді шынымды айтсам, ол мысалы үшін мен 300 бет кітап, қазір 90-шы бетіне ғана келдім. Яғни күніне бір 20 шақты бет қана оқи аламын. Үйтіп көп оқып отыра алмаймын. Жатарда, мысалы үшін 1 сағат 8:30-дарда біз жатуға дайдаламыз балалармен, қыздармен, жуындар олар төсекке жатқызам, олар біраз ойнайды. Мен сол уақытта біраз кітап оқимын. 1 сағат 40 минут көлемінде. Міне, сол кезде оқып үлгергенім осақ. Қазақстандықтардың 80% кітап оқығанын ұнатады. Мұндай жақсы көрсеткішке классикалық кітаптардың әлде заманауи туындылардың көтеретін мәселелерінің әсері ме? Жалпы қазақстандықтар қандай кітаптарға құмар? Осы жайлы тілшіміз арнайы материал әзірлеген еді. Тамашалайық. Қоғамға үнсіздік әкелген пандемияның жалғыз игілігі бос уақыттың болуы. Ол кезде кітап құмар жандар мүмкіндікті пайдалана білген секілді. Айталық, Исландия елінде ғашықтық романдар, Бразилияда экономика, ал Ресейде фантастика, Сингапур мен Италияда балалар кітаптары сұранысқа ие болды. Қазақстанда да бос уақытын тиімді пайдаланып, кітап бетіне үңілген жандар саны
артқаны байқалады. Негізі бірінші кітап оқуға келген адам жаңағы экранизациясы шыққан кітаптарды, мысалға Линкольн кітабы, оны оқисың, және экранизациясы шыққан. Соның барлығын оқып, немесе психологияны оқып, финансы оқып, әртүрлі кітаптарды оқығаннан кейін адамдар басқаша қандай не оқуға болады деп сұрай бастайды. Тағы да не қызықтырады деп, сол кезде біз осындай жаңағы аты естілмей жатқан жазушыларды айтамыз, мына кітапты оқып көріңізші деп. Қазіргі кезде мына карантин уақытында да кітап оқитындар саны көбейді. Осы жаңағы балаларына кітапқа қызығушылық туғызып жатқан ата-аналар көбейді. Талғампаз оқырман үшін ең бастысы кітап дүкендеріндегі сан түрлі туындыларды таба алуы. Сонымен қатар, кей оқырман сөрелерде кездестірген кітап алуандығының арқасында жаңа жанрлармен танысып, өз сүйікті авторларымен және олардың еңбектерінің рейтингісін жүргізеді. Сондай жандардың бірі кітап сүйер бойжеткен Айжан Әбілғазина. Қазіргі таңда мен жыл сайын тематиканы өзгертіп отырамын. Меломанда бестселлер деп тұратын полкадағы кітаптар әрине бірінші мәрте қызықтырады. Неге олар бестселлер, неге сонша сатылым көп деп алып оқисыз. Менің ең сүйікті кітабым ол Шантарам. Содан кейін классика, жаңа айтып өткендей, портрет Дарианы Грея, яғни Оскар Уайлд, сосын Ремарктың кітаптары ұнайды. Қатты әсер берген кітап ол 12 лет рабства, яғни шын өмірде жазылған, яғни афроамерикалық адамдардың өмірі туралы, яғни экранизациясы да бар. Но мен кітаптың өзінде сонша әсер алдым, жыладым, сондай қорқынышты болды. Әлі жаңағы киносын көруге әлі күш жинай алмай, қарай алмай жүрмін. Кино индустрия мен компьютерлік ойындардың заманында кітап өзектілігін жоғалтқан емес. Керісінше түрлі жанрдағы қазақ және әлем жазушыларының туындылары көбейе түсті. Олардың ішінде жаныңызға жақынын таңдай білсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды рухани азықпен сусындауға жұмсаудан аямаңыз. Айнұр ханым, бүгін өте сұлу әдемі болып тұрсыз. Рахмет, дайындалдым. Трендті қарап жүретін сияқты, трендтерді осы туралы айтып кетсеңіз. Шынымды айтсам енді мен сән қой адам емеспін, иә. Бұрын енді кішкене киімге қызығатынмын, қазір мүлдем қызығушылығым жоқ киімге. Әйтіп керек болғаннан кейін ғана киініп жүрмін, шынымды айтсам, иә. Ал енді маған ойбай киімбе десе осы бір киіммен жүре берушім шын. Өйткені енді біріншіден маған ол қазір қызық емес. Басқа да ауқымды нәрселер бар. Оны, мысалы үшін мен ойлаймын, бұл киімге уақыт бөліп, оны жаңағы таңдап, оны киіп, ойбай. Одан да басқа үлкен-үлкен мәселелер бар. Ол бір, екіншіден экологияны ойлаймын. Мысалы үшін бір футболканы жаңа сатып алып, бір жейден сатып алғанша, мысалы 5 жейден сатып алғанша, бір жейде алып, соны киіп, арасында басқалар ескі киіміңді киіп, сөйтіп жүргенді жөн көремін, өйткені бұл экологияға өте үлкен әсері бар. Оны бір жейден шығаруға қаншама ресурс кетеді. Сондықтан мен бұған қарсымын. Мінем, сондықтан мен сән қой емес. Коко Шанель мода ауысса да стиль өзгермейді дейді. Өз стиліңді тауып, қалай сәнді болуға болады. 2021 жылдың сән әлемдегі трендтер мен жаңалықтар жайында мамандардың пікірін білгілеріңіз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Бахрама былғары кең киімдер 2021 жылы да сән әлемінде орнығып тұр. Алайда жаңа жылда жаңа қандай тренд тереңбек? Қыстың ызғарына қарамастан сәнді болып жүруге кеңесті стилист Ольга Крюкова айтып берді. Но, во-первых, нужно понимать, что мы не создаем. Ең алдымен біз сәнді қолдан жасамайтынымызды, оны киетінімізді түсінуіміз қажет. Сондықтан да 2020 жылдағы стильдің өзектілігі 2021 жылы да жалғасады. Зима. Қазір 2020-2021 жылдың күз бен қыз мезгілдеріне арналған сән жайында айтамыз. Нежных оттенков. Сәнде қанық түстерден басталып, нәзік түске дейін жалғасады. Яғни түс гаммасы әртүрлі. Это, конечно, клетка. Киім жайлы тоқталатын болсақ, қазір тор көзді киімдердің кез келгені сәнде. Бахрама да биылғы сәннен қалмайды. Ол қайта орала береді. Периодически возвращается. Это кең иықты киімдер де 2021 жылдың басты стилінің бірі. Әсіресе иықтың бас жағы үлкен болуы аса сәнді болып көрінеді. Аксессуарларды киіммен үйлестіре білу сәнді болудың кепілі. Сондай-ақ киім гардеробыңызда тренд түстердің болуының өзі мақсатыңызға бір табан жақындата түседі.
совершенно самостоятельные изделия. Бұл жеке дара киімдерден құралған образ. Классикалық үлгідегі көйлек. Ол толығымен түймеленеді. Сондай-ақ былғарыдан жасалған кеуде тартпаға ұқсайтын жилетке. И кожаный. Біз осындай түрлі киімдерді үйлестіре отырып, әдемі образ дайындай аламыз. Одан бөлек, қазіргі трендтегі ұзын, толығымен бауы байланатын етікті қостық. Соның арқасында көпшілік ортада өзімізді ерекше етіп көрсете аламыз. Бұл таңғы фреш бағдарламасы сәнқой көрермендеріне әзірлеген кеңестер еді. Дегенмен талғамға талас жоқ. Ең бастысы, көңіл күйіңіз көтеріңкі, өзіңізді әдемі сезінсеңіз, кез келген киіміңіз өзіңізге үйлесімді боларын ұмытпаңыз. Сізде кәдімгідей трансформация өткен сияқты ана кезбен бұрынғы айнұрмен қазіргі айнұр деген мүлдем басқаша сияқты. Әсіресе пандемия кезінде үлкен бір трансформация өтті, үлкен бір нәрселер келді ойыма. Қазір мысалы үшін мен тырнағымды бояғым келмейді, кофе іше алмаймын, ет бармайды. Ол ойбай мен мынандай болам деген нәрсе емес, ол бір жаңағы осознанность дейді ғой қазіргі кезде. Сол нәрсе саналы түрде келген нәрселер болды, сондықтан да осы келіп жатқан нәрселерді қабылдаймын. Келіп жатқан нәрселерді қабылдаймын. Сондықтан да осы нәрселер трансформация өте жақсы өтіп жатыр. Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман деген сияқты батыстың жұлдыздарының кредосы осы сізге ұқсайтын сияқты. Сіз айтып отырсыз ғой, бір киіммен жүре берсем де болады, табиғатты аялайық деген сияқты. Солардан тұтаспайды? Жоқ, ол да бір өзіңіз айтқандай трансформация мен келген нәрселер. Шынымен де мен экология жайлы көптеген деректі фильмдерді көріп, осы біз соңғы 50 жылда экологиямызды өте қатты ластадық. Егер осы қалыппен жүре беретін болсақ, біз ертең немерелерімізге не қалдырамыз? Осыны шынымды айтсам қатты уайымдаймын осы нәрсеге, және осы жайлы да үлкен роликтер түсіргім келеді, осы жайлы да жұмыс істегім келеді. Пластикті қолданбауға тырысам, қағазды, жаңа мусорды бөлек жинаймын, сараптаймын, қағазды қағазға, пластикті пластикке. Мысалы үшін Үндістанда мен жиі боламын. Сол кезде қарап тұрсаң, кейде Үндістанның өзінде мынандай пластикалық не жоқ, пакеттер жоқ, полиэтиленовый пакеттер жоқ. Оларда мынандай дорбалар, матадан тігілген жұқа ғана дорбалар. Қараңыздаршы, сонда кедей, Үндістан, экономикасы төмен, кедей, кейбір адамдар ойлайтын шығар олардыңыз жаңаға ойлау қабілеті төмен деп. Жоқ, олар ежелгі ұлт болғаннан кейін, олар көп жаңаға өмір сүргеннен кейін бұл планетада олардың сана сезімдері өте жоғары деп ойлаймын. Және де олардан үлгі алуымыз керек. Қазіргі жастарға мен ризамын. Өйткені қазіргі жастар көбінесе пластикті қолданбайды. Олардың өздерінің термостары бар. Олар киімдерді, өзінен қалған киімдерді кедей адамдарға бергілері келеді. Тағысын тағы волонтер болып жүреді олар. Сол үшін мен жастарға ризамын. Және осы жастарға үлкен бағыт беру керек. Осы жастармен көп жұмыс істеу керек әлі де деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, мемлекет басшылары айтып жүргендей, еліміздің болашағы ол жастар. Дұрыс айтасыз. Біздің таңғы фреш бағдарламасының шақыруына келіскеніңіз үшін, сонау Алматы қаласынан арнайы біз үшін келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз сізге. Сіздерге рахмет. Сізге тек творчестволық табыстар тілейміз. Әрине отбасыңыз аман болсын және қоғамдық жұмыстарыңызға сұраныс әрдайым бола берсін дейміз. Таңғы фреш бағдарламасының атынан, біздің ұжымның атынан тамаша біздің кішігірім сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Рахмет, өте тамаша, өте әдемі гүл екен. Осы гүлде көңіліміз түрлі түсті, ақ болсын, иә? Яғни фреш болсын, әрдайым жылы жүзді, көңілді жүрейік. Осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Нұрлан Нұрыш және Таңғы фреш бағдарламасы. Сау болыңыздар.